Елордалық тұрғындар жаңа тұрғын үй кешенінің құрылысына қарсы. Себебі жаңа тұрғын үй кешені бала толы мектепке салмақ салады деп отыр. Сөз болып отырған нөмірі 59-шы мектеп-лицей мен оның айналасындағы көп қабатты үйлер. Аталған мәселеге жергілікті биліктің назарына аударту мақсатында тұрғындар үй ауласында балалар көрмесін өткізді. Көрменің аты «Бала толы мектепте оқыған осындай» деп аталады. Толығырақ тілшіміз айтсын. Елорданың қақ ортасындағы бұл мектептің оқу тәртібі ерекше. Тәулікте 3 ауысым, бір сыныпта 40 бала. Нөмір 59-шы мектеп лицей айналысына тұрғын үйдің есепсіз салынғаны сонша мұнда келетін оқушы саны 3000-нан асып кеткен. Оқушылардың ойлағаны сабақ емес, кабинеттің тарлығы. Сол себепті бүгін ерекше ашық сабақ далада өтті. Өткізген мұғалімдер емес, ата-аналар. Басты тақырып айтпаса да түсінікті. Немерелерім мына мектепке барады. Үстімен қазір балалардың шешінетін жеріне дейін сабақ оқытын қып қойды. Нелер кружоктар істейтін жер жоқ. Өте тығыз. Тығыз болып тұрған мектептің іші ғана емес, сырты да. Тұрғындар ашулы. Тарлықтан тарыққан тұрғындар жаңа көршілердің келуіне риза емес. Тұрғындардың айтуынша бұл жерге 24 қабатты бірнеше үй салынғалы жатыр. Бірнеше рет звондадым генпланға, архитектураға. Генпланға звондаған кезде олар айтады, архитектураға звондаңыздар. Архитектура айтады, генпланға звондады. Соңында сәулет басқармасына біз хабарластық. Бұл жолы жауап алынды. Расымен де ол жерге тұрғын үй кешені мен бір балабақша құрылысы жоспарланған. Мұның барлығы бас жоспарға сәйкес. Тұрғындардың сауалынан соң құрылыс компаниясына мектеп салу туралы ұсыныс жасадық дейді басқарма басшысы. Жердің көлемі 7-5 гектар. Ол жер жеке меншікте. Сондықтан мен құрылыс компаниясымен сөйлесіп, ол 2 аптаның ішінде бәрін санап шығады, содан нәтижесін айтады. Сәулет басқармасының оң шешімімен сәулетші жоспары әзірге осы ауладағы балалардың ортақ арманы. Әзірге олар футбол алаңын мынадай суреттермен толтырды. Міне, олардың қиялындағы зәулім мектеп, үлкен бассейн, футбол алаңы бар. Тар мектептен шаршаған болу керек. Балалардың қалауы бір. Оларға алдымен керегі мектеп пен ауланың кеңдігі. Махамбет Бейбітшілік, Дархан Әлбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.